басталады. Сабақтың мақсаты. Өткенге көз жүгірту кезеңінде өткен сабақты еске түсіріп, бір-бірімізбен ой бөлісуге, теңге алу ойынын ұсынамын сіздерге. Әр топтан мүшелері шығып, өткен сабақ бойынша терминдерді 3 тілде айтуы керек. Ақша, деньги, манны. Кәсіп, предпринимательство, бизнес. Счет, аккаунт. Рынок, маркет. Налог, текс. Сақтандыру, страхование, иншуранс. Пайда, прибыль, профит. Несие, кредит, лоун. Кәсіпкер, предприниматель, бизнесмен. Тамаша, керемет! Асқар таудың өлгені, басын мұнар шалғаны, қара жердің өлгені, қар астында қалғаны. Өлгенде не өлмейді, жақсының аты өлмейді, халымның хаты өлмейді. Болды, жетті. Бірденнен үш топ пайда болса, естейсің, біреуін саған түркістан дейді, дайыр болсайды, біреуін саған түркістан дейді, біреуін Жұмысты аяқтасақ, нәтижелерін сараптамалық кеңеске өткіземіз. Мақтағыз ертегісін бәріміз білеміз, пайда табу үшін ол айырбасқа барады. Экономикалық жұмбақтар, толықтырулар мен мақал материалдар. Тауарда міндетті болу керек, бағасы. Тамаша. Еңбек ширатады. Тамаша, жарайсың. Еңбегіне қарай өнбегі. Жақсы. Бауыстаған бармағын жалар. Жақсы болар жігіттің жұмысы жүрген күні жоқ. Жаман болар жігіттің еш жұмысқа қыры жоқ. Анасыз бала жоқ, жарнамасыз қыз жоқ. Жарайсың. Тамаша, Қалай кәсіпорын қызмет көрсетсін ол. жарайсыңдар. Дәріхана. Халыққа дәрі көмек көрсету. Кондиционер орнату бизнесін ашамыз. Тамаша, керемет. Жеке балабақша ашу. Өте жақсы. Таңдалған идея мен жұмыс. Топта дайын болсақ, жауап берсек. Қаржыгер тобы, тамаша, жауаптарымыз. Біздің бизнеске біз банктен несие аламыз. Керемет, өте жақсы айтын. Келесі қай топ дайын? Біздің топта банктен несие алуды жөн көрді. Біз бизнесіміз ашу үшін банктен несие алуды жөн көрдік. Сіздер де сол. Болашақ тобы. Осы сұраққа өз жауабымызды ұсынсақ. Керемет. Біз банктен несие алмай-ақ, өзіміз жинаған қомақты ақшамен бизнесімізді дамытсақ дейміз. Қашан мыңнан аласыздар?
300 мың көлеміндегі ақшаларды Ендігі 5 сұрақ бүкіл топтарға бірдей. Біз өзіміздің алғашқы кәсіп жобамызға кәміл сенеміз. Жақсы. Біздің дәрілеріміз адамдардың өміріне қажет. Және де қазіргі дәрілердің жарамдылық мерзімі ұзаққа жетеді. Сонысымен пайда. Әкеледі. Сіздің ойыңызша пайда болды ма? Бәсекелестік жоғын ескеріп, негізгі пайда біздікі болады. Жақсы. Алдындағы айтып өткендей, әзірше жұмысшылар қажет емес. 5-ші сұрақ. Бастамасына жеткілікті. Біз 7 рет өлшеп, 1 рет кес деген қағиданы ұстап айтып отқан жайымыз бар. Содан соң өсе келе тапқан пайдамызды өзіміздің кәсібімізге ағырап жалғастырамыз. Сіздер топтың тамаша тауыпсыздар, қаш жерге жарайсыздар. Керемет. біздің қаламыз тмд елдерінің астанасы. тмд елдерінің астанасы болған соң барып, ол бізге туристер көп келеді. Сол үшін де біз әрбір аймаққа жеткізгіміз келеді, көбейткіміз келеді бизнесімізді. Екінші сұраққа жауап беретін болсақ, біздің бизнеске адамдар мұқтаж болады деп ойлаймын. Себебі қазіргі біздің Шымкент қаламызға көптеген туристер келу барысында бізге бұл пайда келеді. Себебі қаншама халық келіп жатыр. Бізге бизнесті жүргізуге үкімет көмектеседі деген ойдамыз. Себебі халық өте көп келетін болса, оларға да көмектесетін адам керек деп ойлаймын. Бізге жоспарлан ақша жеткілікті қазірше. Жақсы, расыл, тамаша. Жарайсыздар. Иманғали? Қазақстанда туу өсімділігіне байланысты балабақша бизнесін басқа өңірде жаңа филиалға ашуды жөн көрдік. Керемет. Адамдар біздің қызметімізге өте мұқтаж деп ойлаймын. Өйткені біздің көмегіміз ата-аналарға да, жұмысшыларға да және кәсіпкерлерге, яғни бізге де көмегі өте көп. Өте жақсы. Бизнес жүргізуге менің ойымша, мен досым өзім әріптесім Ерасыл көмектеседі деп ойлаймын. Өйткені оның әкесінің ол осы салада бизнесі бар. Сізге осы ақша бізге жетеді деп ойлаймыз. Тамаша, керемет. Кәсіпкерлерге жұмысқа баға қошемет. Бірінші сұрақ. Әрі қарай кондиционер орнату бизнесін жалғастыратын едік. Себебі көп адамдар кондиционерді жаз мезгілінде ғана қолдануға болады деп ойлайды, бірақ оның жылу шығару функциясы да бар. Сондықтан біз осы бизнесті жалғастырамыз. Тамаша. Екінші сұрақ, бізді қажет себебі жылу және су шығару функциясы бар. Осы өте адамдарға қажет деп ойлаймыз. Үшінші, біз көптеген техникалық дүкендермен, яғни Эврика, Технодом деген дүкендермен контрактқа отырамыз. Солар арқылы біз реклама жасап, өзімізді дамытамыз деп ойлаймын. Бесінші сұрақ, егер жетпесе бізде несие алу немесе көмек сұрау деген ойда бар. Өте жақсы, ағай, тамаша. Топтық жұмыс нәтижелерін сараптамалық кеңеске өткіземіз. Саған мұхит ұнайды ма? Сен мейірімдісің ба? Сен ұшылығын жыртық ба? Сен билегенді ұнатасың ба? Сен біреуге ғашықсың ба? Үшін мен табысты кәсіпкер Наполеон Хиллдің «Ойлан және байы» кітабынан келесі дәйек сөзін оқығым келеді. Мен байлықта, қоғамдағы жағдайда, шындық пен әділеттілікке сүйенбесе, тұрақты бола алмайтынын толық білемін. Сондықтан мен ар ұжданымды барлық қатысушыларға пайда әкелмейтін мәмілелермен байланыстырмаймын. Мен басқа адамдармен бірігу арқылы өз жолымды табамын. Мен адамдарға деген сүйіспеншілігімді жетілдіре отырып, жек көрушілікті, қызғанышты, күдікті, қатыгездік пен цинизмді басамын. Өйткені айналамдағы адамдарға деген жаман қарым-қатынас ешқашан сәттілік әкелмейтінін білемін. Құрметті оқушылар, сіздерге бүгінгі сабақ үшін үлкен рахметімді білдіремін.
Бүгінгі сабақта мен бизнес терминін түсіндім, қаржы туралы білдім, бизнесті қиындықтарына да көз жеткіздім. Маған ерекше ұнағаны әр оқушыдан шыққан идея. Керемет, Амалия. Бүгінгі сабақта мен бизнес жоспарлауды түсіндім. Бизнес туралы көп ақпарат білдім. Және де бизнеске көп қаражат кететінін көз жеткіздім. Маған ерекше ұнағаны топпен жұмыс істегеніміз. Бүгінгі сабақта мен кәсіпті қалай ашу керектігін түсіндім, бизнесті қалай дамыту керек екенін білдім. Бастаған істен таймау керек екеніне көз жеткіздім. Маған ерекше ұнағаны топтардың еңбекшілдігі мен ауызбіршілігі. Бүгінгі сабақта мен бизнес ашу оңай жұмыс емес екенін түсіндім. Және бизнес ашу үшін көп қаражат керек екенін білдім. Және де бизнес ашу үшін әр қадамды алдын ала жоспарлап алу екеніне көз жеткіздім. Керемет. Маған ерекше ұнағаны әр топтың бұл сабаққа белсенді қатысқаны. Сабақты қорытындылау үшін сөз мектеп директоры Майра Құрманалиқызы Мамаховаға беріледі. Құрметті ұстаздар, оқушылар, бүгінгі бизнес неден басталады деген жаһандық құзыреттілік курсы бойынша бүгінгі ұйымдастырған іс-шарада біз жаңағы сараптама тобы мынандай қорытындыға келдік. Біз бас жүлдені қаржыгер тобына бергіміз келіп отыр. Бірінші орынды біз кәсіпкер тобына бергіміз келіп отыр. Екінші орынды біз жұлдыздар тобына бергіміз келіп отыр. Үшінші орынды біз болашақ тобына бергіміз келіп отыр. Педагогика ғылымдарының магистрі Батышаева Меруерт Шыңғысханқызы. Бұл сабақта мынау 4 топтың қаржыгер тобының, кәсіпкер және жұлдыздар болашақ тобының жаңағы сабаққа қатысуын көріп, сарапшылар болып бағалап, жаңағы орын беріп өттік. Енді бұл топтардың сабаққа қатысулары өте жақсы, белсенді қатысты, ынтасы барлығы көрініп тұр, дайындықтары, үй тапсырмасындағы дайындықтарының бәрі, қазіргі сабаққа қатысуларының өзі әдемі зерттеп, жаңағы сабаққа қатыстыңыздар. Рахмет. Жақсылық Әділет өзін-өзі басқару ұйымының білім министрі ретінде бүгінгі топ қатысушыларының жұмыстарын өте жақсы деңгейде бағалаймын. Рахмет, керемет. Мен Бостан Еңлік өзін-өзі басқару ұйымының дебат қозғалысының төрайымы. Бүгінгі сабақта оқушылар, қатысушылар өздерінің белсенділігімен ерекше көзге түсті. Ретінде өз пікірімді білдірсем, ойын сабағы өте қызық болды. Оқушылар белсенді қатысты, өте жақсы пікірсайыс болды. Сараптамалық кеңестің мүшесі, педагогика ғылымдарының магистрі Озғанбаева Гүлжазира Күздеубайқызына беріледі. Сіздер болашақта нағыз кемел адамсыздар, нағыз кемел адам, нағыз бизнесмен адам, нағыз кәсіпкер адам деген шығатынына мен сенімдімін. Мен осы топта 4 топқа да мен риза болып жатырмын. Ешқайсысын, ешкімнен, еш топты ешқайсынан бөліп жарғым келмей отыр. Себебі әрбір топта бір мен деген алатын нүктесі болды. Сол себепті мен барлық топқа да жарайсыздар, сіздердің қолдарыңыздан барлығы келеді, сіздерге тек алға деген сөзді айтқым келіп отыр.